Сонымен достар, Қазақстанның ең мықты спортшыларының топ 10 рейтингі енді еліміздің атын бүкіл әлемге танытқан жұлдыздар, легендалар. Енді бір қуантатын ондай спортшылар елімізде өте көп екен. Шыны керек, ондыққа сыйған жоқ, бірақ енді рейтингтің аты рейтинг достар, осымен шектелуге тура келіп тұр. Мыжымай бастайық. Сонымен 10-шы орында орналасқан, ол бізде мынау қатты өлсетін жігіттердің бірі деуге болады. UFC-ге барып Қазақстанның атын шығарған Шавкат Рахмонов достар 10-шы орынға жайғасып қалды. 9-шы орында әлем чемпионы, 2024 жылғы Олимпиада чемпионы, қазақ дзюдосының королі деуге болады, Елдос Сметов достар 9-шы орында алып қалды. 8-ші орында сонау 2000 жылғы Олимпиада чемпионы, сол кезде қазақ боксын бүкіл әлемге танытқан Ермахан Ибраимов ағамыз міне 8-ші орында алыпты. Енді соңғы жылдар бұл кісіге біраз хейт кетіп жатыр, енді бірақ білмеймін, саясат па басқа ма, бірақ енді спорттың аты спорт достар. Ал 7-ші орында Рио Олимпиадасының чемпионы 2016 жылғы, сол кезде енді бүкіл Қазақстанға да бүкіл әлемге де жүзу спортын паш еткен Дмитрий Баландин достар 7-ші орында алып отыр. Ал 6-шы орында жаңағы айтқан 2000 жылғы Олимпиаданың чемпионы, қазақ боксында ерекше орны бар достар, марқұм жаны жәннатта болсын, Бекзат Саттарханов достар 6-шы орынға жайғасты. Ал 5-ші орында тағы да боксшы, екі дүркін әлем чемпионы, 2012 жылғы Олимпиада чемпионы, қазір енді саясатта жүр, осы саланың чемпионы болсам ба деп жүрген жігіт қой, енді Серік Сәпиев достар 5-ші орында алған екен. Ал 4-ші орында 4 дүркін әлем чемпионы, 2 дүркін Олимпиада чемпионы, жалпы ауыр атлетиканың легендасы деуге болады, Илья Ильин достар, өзі орыс болса да енді сондай адамгершілігі, қазақилығы жағынан осы Ильядай болсын спортсмен дегенім ғой. Енді 3-ші орында достар 2012 жылғы Олимпиада чемпионы, жалпы Тур де Франсқа барып Қазақстанның атын танытқан Александр Винокуров достар 3-ші орында алыпты. Ал 2-ші орында 2022 жылғы Уимблдон чемпионы, жалпы бүкіл әлемдік теннистің топ 10 рейтингінде ерекше орны бар достар, спортшы қыздарымыздың бірі Елена Рыбакина достар 2-ші орынға жайғасты. Ал 1-ші орында алтын жүлдені алып отырған, енді алтын жігіт деуге болады, WBA, WBC, IBF, IBO чемпионы достар, бәріміз біліп отырмыз, Геннадий Головкин достар 1-ші орында алып отыр. Келесі рейтингта сіздерге бұдан да қызықты бір ақпарат айтатын болам достар, тіркеліп жазылып қойыңыздар. Сіздермен болған ақпарат атаманы Айғали Тойжан, той думан жан аманда жолығайық достар.